генетикалық қатерлі ісіктер шамамен 2-3%-ды құрайды. Сондықтан қатерлі ісіктердің көпшілігі генетикалық емес қатерлі ісіктермен байланысты. Сондықтан генетикалық қатерлі ісіктер туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Олар шамамен 2-3%-ды ғана құрайды. Егер отбасында біреу қатерлі ісікке шалдықса, әсіресе жас кезінде, онда біз алаңдаймыз және оларды генетикалық қатерлі ісік немесе жаңа пайда болған қатерлі ісік екенін түсіну үшін белгілі бір гендерге тестілеуден өткіземіз. Содан кейін біз әрине бірке мутацияларын денемізде және ісікте қарастырамыз. Оларда сүт безі қатерлі ісігі, жатыр қатерлі ісігі, аналық без қатерлі ісігі дамуының жоғары ықтималдығы бар. Бірақ олар жалпы қоғаммен салыстырғанда жоғары бейімділікке ие. Сондықтан бұл туралы хабардар болыңыз және бұл адамдар 35 жастан кейін жиі аралықтарда тұрақты тексерулерден өтуі керек.